Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бүгін мен барлықтарыңды оқу жылымен құттықтаймын. Осыған орай сіздерге мен жазда 12 топ 5 выживания ойын дайындап қойдым. Алдыңғы видеода керемет актив көрсеткендеріңіз үшін көп рахмет. Осы видеоның астына 20 лайк жинайтын болсаңыздар, мен дереу екінші видеоны түсіруге кірісемін. Барлығы сіздердің қолдарыңызда, ал алдыңғы видеоның үздік комменттері. Сіздерде видеоға шыққыларыңыз келсе, комментарий жазуды да ұмытпаңыздар. Ал енді видеоны көп созбай, біз кеттік. Survival Evolved. Бұл ойын 2017 жылы PS4-ке шыққан. Бұл көп қолданмалы выживание ойын. Ойынға 3-ші және 1-ші адам көзқарастары кіреді. Ойыншылары жаяу немесе мінген жануарлармен қозғала алады. Ойыншылар атыс қаруын пайдалана алады. Және басқа ойыншылардан немесе дұшпан жаратылыстардан қорғану үшін негіз жасайды. Ойыншылар әртүрлі ресурстарды немесе қазылған заттарды саудалай алады. Сіз динозаврларды ұстай аласыз, жерді немесе су асты әлемін зерттей де аласыз. Үлкен үйлер сала аласыз немесе басқа ойыншыларды да аулай аласыз. The Forest ойын қоныстанған түбекте өмір сүруге арналған ұшақ апатының нәтижесінде сол жерде қалған ойын кейіпкері тамақ пен баспана тауып, өзін адам жегіштерден қорғау керек. Ұшақ апаты кездейсоқ жерде болады. Содан кейін ойыншы қызыл бояумен белгісіз адам ұрлап кеткен басты кейіпкердің ұлы Тиммиді іздеу үшін түбекті зерттеуге, сондай-ақ қалғандарының тағдырын анықтауға шақырылады. Жолаушыларға және осы жерге бұрынғы келушілерге мутанттардың шығу тегі мен түбектің ортасындағы үлкен кратерге қатысты бірнеше жұмбақтарды шешеді. Ойыншы табиғи факторларға қарсы тұруға, өмір сүру үшін ресурстарды іздеуге және жергілікті тұрғындарға қарсы тұруға мәжбүр болады. Бұл тізімге мен Майнкрафтты қоспай кету мүмкін емес. Майнкрафтты артық таныстырудың керегі жоқ деп ойлаймын. Онсыз да оны барлықтарыңыз білесіздер деп ойлаймын. Қысқаша айтып өтейін. Бұл жерде сіздер рандомны жерде пайда боласыздар. Әрі қарай ресурс жинап, броня жасап, зомбилармен қырылысасыздар. Және айдаһарды ұтып, ойынды өтесіздер. Бірақ ойынды өткенмен сіздер Майнкрафтты әдемілігімен, көңілді саяхаттармен зеріктірмейтін шайқас, сіз оңайлықпен қоштаса алмайсыз. Әлі күнге дейін Майнкрафттың ойнайтын адамдардың саны азайып емес, көбейіп жатыр. Келесі ойын Rust. Сізге ресурстарды жинау, үй салу, әртүрлі жануарларды аулау және қарақшы ойыншылармен күресу қажет болатын кооперативтік өмір сүру тренажері. Соңғысы ең қиын деп саналуы мүмкін. Сіз бірнеше рет тоналған базаңызға ораласыз және оны тұзақтармен жақсартасыз. Сондықтан бірде-бір арсыз рейдер сіздің азық-түліктеріңізді алуға тырыспайды. Еріксіз тоқтаулар, ақыл ой ойындары, келісімге келу және орналасқан жердің тұрғындары арасында одақ құру әрекеттері, мұның бәрі Rust ойынының негізі. Әрбір ойын алдыңғы ойыннан өзгеше болады және сыйлықтары бар жомарт ойыншылар әлемде әлі де жақсылық бар екенін бірнеше рет дәлелдейді. The Wild 8. Ұшақ апатынан кейін ең ауыр жағдайды бастан өткердім деп ойлайсыз ба? Бірақ жоқ, жабайы сегізік сізді Аляскадағы қатыгез, кездейсоқ құрылған әлемге апарады. Мұнда бірінші түнде де аман қалу қиын, ресурстарды жинау және от жағудың тірі қалу жанрындағы әдеттегі бастама сізді лезде өлімге әкеледі. Өйткені бұл тренажерде аман қалу үшін ақыл ойды пайдалану керек. Қояндарды тұзаққа түсіріңіз, пайдалы жидектерді жинаңыз, жыртқыштарды аулақ болыңыз, үйде дауыл күтіңіз, базаңызды жаңартыңыз және зардап шегіңіз. Ал достарыңыз қайғыңызды бөлісуге көмектеседі. Ойында 8 топ мүшелеріне арналған бірлескен режим бар.
Al endişe dostlar. Осы video аяқталды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздер менен болған мен, Зеп, сау болыңыздар.